Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Рахымбаева Қаракөз Сансызбайқызы, Түркістан облысы Түлкібас ауданы Түлкібас кенті Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта мектебінің физика пәні мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қатынас ыдыстар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру. Оқушылар, сіздердің үйренетіндеріңіз бүгінгі қатынас ыдыстар дегеніміз не екенін білесіздер және қатынас ыдыстарға мысалдар келтіресіздер. Оқушылар, суретке назар аударайық. Суретке қарасақ, ыдыстар әртүрлі, бірақ ішіндегі судың деңгейі бірдей. Осылай су құю оңай болды ма? Қалай ойлайсыңдар? Бұл біз ойлағаннан да қиын емес екен. Назар салып қарасақ, ыдыстар түбі бір-бірімен біріккен. Сондықтан бір ыдысқа сұйық құйған кезде барлық ыдыстың пішініне қарамай сұйықтық тепе-тең орналасады екен. Бұл құбылысты адамдар ерте кезден бастап байқаған. Осындай ортақ түптері бар ыдыстар қатынас ыдыстар деп аталады. Мұндай ыдыстардың пішіні мен көлемі түрліше болуы мүмкін, және де ол 2 ыдыстан немесе 3 ыдыстан және одан да көп ыдыстан болуы мүмкін. Мысалға, күнделікті өзіміз көріп жүрген шәйнегіміз, құманымыз, кофе қайнатқышымыз және тағы да басқа жатады. Ауаның атмосфералық қысымы бірдей болса, онда біртекті сұйықтың әрбір тармақтарындағы деңгейлері де бірдей болады екен. Оқушылар, келесі тәжірибеде көргеніміздей, яғни екі тармақтағы қысымдар тең болғанда, тығыздығы үлкен сұйық бағанының биіктігі тығыздығы аз сұйық бағанының биіктігінен кем болады екен. Яғни H1 үлкен H2-ден. Мұндағы екі тармақтағы қысымдардың теңдігі сұйықтарында тепе-теңдік шарттарымен сәйкес келеді екен. Яғни G ρ1 көбейтілген H1 тең болады G ρ2 көбейтілген H2 теңдігін алады екенбіз. Бұдан H1-дің H2-ге қатынасы ρ2-ның ρ1-ге қатынасын аламыз. Мұндағы H деп отырғанымыз биіктік, ρ деп отырғанымыз судың тығыздығы. Оқушылар, бұдан шығатын қорытынды қатынас ыдыстардағы әртекті сұйық бағандардың биіктігі олардың тығыздықтарына кері пропорционал. H1-дің H2-ге қатынасы ρ2-ның ρ1-ге қатынасы. Енді оқушылар, қатынас ыдыстар үй тұрмысында қолданылатын ыдыстарда, яғни су бұрқағы, су құбыры, кемені шлюздерде қолданылады. Мына мысалға қарасақ, яғни шәйнекке. Егер шәйнектің шүмегі өте қысқа болса, су шүмектен ағып кете береді. Ал ұзын болса, су шүмектен бұрын оның қақпақ астынан төгіледі. Сондықтан шәйнек пен оның шүмегі бірдей болу қажет. Тұрмыста қолданылатын тағы бір мысал су бұрқағы. Қоғамда су бұрқағы қоғамда қалаға әдемілік, көрік беру үшін, гүлдерді суару үшін, демалыс орталықтарына түрлі шоу жасау үшін қолданылады. Бұл су бұрқағы да қатынас ыдыстарының жұмыс істеу принципі негізінде жасалынған. Келесісі қатынас ыдыстарға негізделіп су құбырлары жасалынады, яғни салынады. Олардың көмегімен қаланы, ауылды, өндіріс пен шаруашылық орындарын бір орталықпен сумен қамтамасыз етеді. Яғни бұл да қатынас ыдыстардың жұмыс істеу принципіне негізделген. Қажетті су мөлшерін жинау үшін биік мұнара үстіне үлкен ыдыс орнатылады. Одан үйлерге, тұтынушыларға қарай тармақталған құбырлар жүргізіледі. Және құбырлардың үйдегі немесе пәтердегі ұшы шүмекпен жабылады. Мұнара тармақтарындағы судың қысымы шүмек тармақтарындағы судың қысымынан жоғары, сол себепті бұл жерде H1 үлкен H2-ден. Сондықтан шүмекті ашқанда су ағатын болады. Оқушылар, келесі тағы бір мысал, бұл шлюз. Шлюз дегеніміз өзендегі, арнадағы, не порттағы кеме суының деңгейін одан жоғары, не төмен келесі басқа арнаға ауыстыруға арналған гидротехникалық құрылғы болып табылады. Ал енді оқушылар, тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма,
берілген суреттегі мысалдарды түсіндіріп көріңіз. Дескрипторлар, яғни суреттегі мысалдарды түсіндіре алады, қатынас сызықтарға мысалдар келтіре алады. Оқушылар, келесі тапсырма, яғни қатынас сызықтарға есептер шығарамыз. Есеп тапсырмасы былай беріліпті. Қатынас сызықтағы бағанның биіктігі 17,2 см су. Биіктігі 20 см дизельдік отынның бағанының теңестіретін болса, яғни дизельдік отынның тығыздығы қандай болады? Бұл жерде судың тығыздығы берілген, ол 1000 кг бөлінген метр кубқа тең. Есепті шығарғандағы дескрипторлар. Есептің берілгенін жазады, физикалық шамаларды халықаралық бірліктер жүйесіне келтіреді, қысымның формуласын қолданады, формулаға математикалық түрлендірулер жүргізеді, есептің нәтижесін дұрыс көрсетеді. Оқушылар, екінші есептің шығару жолын қарастырайық. Біріншісі, есептің дескрипторда берілгендей, есептің берілгенін жазу керек. Яғни бізде H су, яғни судың биіктігінің бағаны берілген, ол 17,2 см-ге тең. Екіншісі, дизельдік отынның H, дизельдік отындығы берілген, ол тең болады 20 см-ге. Бізде судың тығыздығы, яғни ол біз білеміз, ол бізде жаттан түрде судың тығыздығы 1000 кг бөлінген метр кубқа. Бізде табу керек ро дизельдік отынның тығыздығын. Дизельдік отын. Оқушылар, есепті екінші дескрипторге байланысты есепті шығармас бұрын біз халықаралық бірліктер жүйесіне келтіруіміз керек. Сантиметрді халықаралық бірліктер жүйесіне келтіретін болса, 17,2 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі метр болады. 20 сантиметріміз 20 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі метр болады. Келесі, бізге дескриптордағы үшінші қысымның формуласын жазуымыз керек. Яғни сұйықтарда қысымның формуласын келтіреміз. P тең болады ро G H. Сонда бізде P1 тең болады ро 1 G H 1, P2 тең болады ро 2 G H 2. Яғни мен бұл жерде қарастыратын болсам, маған біріншісі судың қысымы болсын, сонда мен ро су G H су деп жазамын. Екіншісінде ро дизельдік отын G H дизельдік отын деп жазамын. Енді осы қысымдарды бір-біріне теңестіретін болсам, яғни екеуінің бағандары тең болуы керек менде. Сол себепті менде ро су G H су тең болады ро дизельдік отын G H дизельдік отынға. G мен G-лар бұл жерде қысқарады. Сонда ро су H су тең болады ро дизельдік отын H дизельдік отынға. Осы жерден мен қатынас сызықтардың формуласын табатын болсам, H судың H дизельдік отынға қатынасы тең болады ро дизельдік отын бөлінген ро суға. Осы формуладан, яғни өрнектейтін болсам, ро дизельдік отынның формуласын табатын болсам, менде белгісізге көбейтілген шама бөлшектің астына барады, яғни бөліміне барады. Дизельдік отынға жоғарғы бөлшектің алымында H су көбейтілген ро суға. Апар математикалық өрнектер жүргізетін болсам, менде H су 17,2 көбейту 10-ның -2 дәрежесі метр көбейтемін 1000 килограмм бөлінген метр кубқа, бөлімінде бөлшектің 20 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі метрге. Бұл жерде метр мен метр қысқарады халықаралық бірліктер жүйесі, өлшем бірліктері, яғни -2 дәреже мен -2 дәрежені қысқартамын. 17,2-ні көбейтемін 1000-ға және 20-ға бөлетін болсам, 760 килограмм бөлінген метр куб. Жауабы дизельдік ро дизельдік отынның тығыздығы 860 килограмм бөлінген метр кубқа. Оқушылар, есебіміз шықты. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаймыз. Яғни үшінші тапсырма, learning apps қосымшасы арқылы су құбырының жұмыс істеу принципін көрсетіңіз. Сілтеме көрсетілген, сол сілтеме арқылы кіріп жұмысты орындайсыздар. Дескриптор су құбырының жұмыс істеу принципін көрсетеді. Үй тапсырмасы, қатынас ыдыстарға
су бұрқақтың, яғни фонтанның жұмыс істеу принципін зерттеп келеміз. Өз бетінше оқуға арналған тапсырмалар. Біріншісі біліммен, екіншісі дарын онлайн платформасы арқылы және YouTube каналынан видео көрсеңіздер болады. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.